Сәлеметсіздер ме балалар, сіздермен бірге Қазақ математика академиясында Лейла. Бүгін біз ондық бөлшектерді координаталық сәуледе кескіндеп және ондық бөлшектерді салыстырып үйренеміз. Алып кеттік онда. Ондық бөлшектерді ең бірінші қалай координаталық сәуледе кескіндейді екенбіз. Ең бірінші бізге былай істеу керек. Мына сызғышты көріп тұрмыз ғой. Осы сызғыш біз білетіндей 1, 2, 3, 4 деп 10 сантиметрге бөлініп тұр. Бірақ арасындағы мына сандар нені білдіреді? 0-ден 1-ге дейін 10 сызық бар. Осының ішінде, мысалға, мен мына ең кішігірім ұзынын алатын болсам, бұны санап көрсек 1, 2, 3, 4, 5, 5-ші екен. Яғни бұл 10-нан 5. Оны біз ондық бөлшек түрінде 0,10-нан 5 деп осылай жазамыз. 0,5 деп. Сондықтан да 0,5-тің орны осы жер екен. Сол сияқты осы сызғыштан енді 2,10-нан 4 дегенді қалай табамыз? Бірінші бүтін санынан қараймыз. 2. 2 мына жерде тұр. Ал біз білеміз, бұл 10 сызыққа бөлінген. 10 бөлікке бөлінгендіктен оның 4-ші бөлігі ғана керек екен бізге. Сонда 1, 2, 3, 4 деймізде бұл мына ұзын сызықтың алдында тұрған нүкте екен. Мүмкін тіпті кішкентай болып кетсе, ең бастысы логикасын түсіну керек. 0,5-ті біз таптық, 2,10-нан 6 дегеніміз, ол да біз бірінші 2-ні қараймыз да, сосын мына жерден 6 бөлік санап аламыз. Бірақ ең бастысы, балалар, ұмытпаңыздар, егер де үлкен 8 мен 9 деген сияқты үлкен сандардың арасындағы неше сызық бар, соны біліп алуларыңыз керек. Кейбір жағдайда ол 13 болса, немесе 13 емес 25 болды дейік. 25-тің, мысалғы, сізге 2-сін тап десе, сіз онда 25 бөліктің тек қана екіншісіне өз нүктеңізді қоясыз екен. Сонда 2,10-нан 6 дегеніміз, мына ұзын сызықтан кейінгі тұрған 6-шы сызық 2,10-нан 6 болады да, ал 9,10-нан 1 дегеніміз 9 бөлігін тауып алып, бірінші сызыққа 9,10-нан 1 дегенді қойып қоямыз. Осыған байланысты кітапта есеп бар екен. Бұл есепте бізге айтады, мына суреттегі координаталық сәуледе ABCD нүктелерімен қандай сандар кескінделген дейді. Бұнда керісінше бізге нүкте беріп тұр, осының қанша екенін біз түсініп алуымыз керек. Ол үшін біз мынаның арасында неше сызық бар екен санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, мына 10-шы болады. Сонда ішінде 10 бөлікке бөлінген деп айта аламыз. 10 бөліктің нешіншісінде тұрды? 3, 4, 5, 6. 6-шысында. Сонда А тең болады 10-нан 6. Оны егерде белгілейтін болсақ, 0,10-нан 6 дейміз. Б дегеніміз сонда неше? Барлық жерде 10 деп есептейміз. Б сонда мына жерден 1 деп бастаймыз. 2, 3. Сонда Б тең болады 3, 10-нан ішіндегі 3. Оны біз қайтадан 1,10-нан 3 дейміз. Себебі бізде 1 бар екен ғой мына жерде. Мен қателесіп 0 деп қойыппын. Ғафу етіңіздер. Осы жерде біз бұны 1,10-нан 3 деп белгілейміз. Ал енді С-ға қарайық. С-ның бүтіні неше? 2 екен. С тең 2,10-нан ішінде нешіншісінде тұр? 1, 2, 3, 4 деп санаймыз да, сонда 2,10-нан 4 екенін түсінеміз. Бұны ондық бөлшек ретінде 2/4 деп жазамыз. Ал Д бөлігі, Д нүктесі нешінші бөлікте тұр? Бүтін бөлігі оның 2-ге тең екен. 10-ның ішінде ол 9-шыда тұр. Сондықтан 10-нан 9 деймін. Оны ондық бөлшек түрінде жазу үшін 2/4 алымындағы 9 деп белгілеймін. Келесінде осы координаталық нүктелерді бір-бірімен салыстыр дейді. Бірақ та оны салыстырмас бұрын біз осы тақырып бойынша үйреніп алуымыз керек. Сондықтан келесі слайдқа қарайтын болсақ, ондық бөлшектерді салыстырудың тәсілдерін үйренеміз. Біз білетін мұнда 2 тәсіл бар. Координаталық сәуледе салыстыру және разрядтары бойынша салыстыру екен. Олардың өзінің де жақсы, қиын және оңай жақтары болуы мүмкін. Сіздер өзіңіз үшін шешесіздер, қайсысы сіздерге оңай. Ең бірінші координаталық сәуледе салыстыруды қарастырайық. Координаталық сәуледе үлкен ондық бөлшек оң жақта, ал одан кіші ондық бөлшек сол жақта кескінделеді. Не деген бұл нені білдіреді,
барлық координаталық нүкте 0-ден басталады деп есептейміз де, мына жерге барлығын іші 10-ға толып тұр деп айтайық. Мына жерге 2 дейік, мына жерге 3, 4, 5 және 6-да қоя салайық. Енді бізге айтады, қайсысы үлкен? 2,7 үлкен ба, әлде 2,3 үлкен ба дейді. Біз бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 демізде 10-шымыз 3-тің үстінен кетеді. Сонда 2,7 көп па, 2,3 көп пе? 2,7 міне мына жерде тұр, мына жерде 2,7. 2,3 дегеніміз мына жерде тұр, 2,3. Сонда біз білеміз, қай жағы оң жақта тұрса, қайсысы оң жақта тұрса, сол үлкенірек. Яғни 2,7, 2,3-тен үлкенірек. Немесе мынандай болуы мүмкін. 3 үлкен бе, әлде 3,5 үлкен бе деген сияқты. Біз қайтадан бұны бөлеміз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10-шы 4-тің үстінен кетеді. 3 дегеніміз ол 3 бүтін. Міне мынау 3-тің өзі. 3,5 дегеніміз ол міне мына жерде тұр. Сонда қайсысы 10-ға қарай тұр, сол үлкен. Яғни 3,5 3-тен 10-ға қарай тұр. Сонда 3,5-іміз үлкенірек болып саналады екен. Ал енді разрядтары бойынша салыстыруды үйренейік. Сіздерге мынандай мысал берілді. 2,175 пен 3,114-дің қайсысы үлкен? Әрқашан ең бірінші бүтіндерін салыстырамыз. Мынаның бүтіні 2-ге тең, ал мынаның бүтіні 3-ге тең. Біз біліп тұрмыз, 3 2-ден үлкен, сондықтан ары қарай ойланбай 3,114-ті үлкен деп белгілейміз. Ал егер де бүтіндері бірдей болып қалса, мысалға 8 де 8 болып тұрса, одан кейін тұрған сандарды бір-бірімен разрядтармен, яғни салыстырамыз. Разряд дегеніміз мынау, мысалға, осы разряд пен мына разряд үтірден кейінгі бірінші сандар деп ойлайық. Соларды салыстырамыз. 0 мен 0, екеуі әлі тең. 2 мен 2 деп ойлаймыз. 2 мен 2 тең, яғни 5 мен 6-ны салыстырамыз. 6 үлкен, сондықтан міне белгіні осы жаққа қарай қоямын. Келесі 0,05 дейді, 0,50. Біз бірінші бүтіндерін салыстырамыз, тең. Келесі разряд салыстырамыз. 5 пен 0. 5 үлкенірек, сондықтан біз мына жаққа қараймыз. Ұмытпаңыздар, естеріңізде ғой, үтірден кейінгі сан 10-дық үлес, сосын 100-дік үлес болып саналады. Үтірден кейінгі. Енді ең соңғысын қарайық. 3,25 үлкен ба, әлде 3,52? Бұны біз көріп тұрмыз. 3,52 үлкенірек. Оңай, ал енді осыған байланысты есептер шығарып көрейік те, бұдан қиын жерлерін тауып көрейік. Мысалы, 756-да бізге айтады, тең сандарды тауып, теңдік түрінде жазыңдар дейді. Қалай бұны жазады, не істеу керек екен, бұны былай істейміз. Біз көріп тұрмыз, бүтін сандары біріншіде барлығында бірдей, ол 2 екен. Онда келесі сандарды салыстыру керек. Келесі сандарды салыстырсақ, мынау 1, мынау 1. Қалғандары 0 мен 0 дейді. 1 мен 1, ары қарай не бар? Мына жерде түк жоқ, ал мұнда 0 бар. Түк жоқ болса 0 дегенді білдіреді. Мына жерде де түк жоқ, яғни 0 деген сөз. Сонда біз 2 тең 10-дық бөлшектерді таптық. Ол 2,1 мен біріншісінде 2,100 екен. Екеу бір-бірімен тең екен. Енді екіншісін салыстырайық. Екіншісін мысалға жасыл түспен салыстыратын болса, міне 0 мен 0 келіп тұр. 1 дейді мұнда, ал мұнда 0 болып тұр. Екеу бір-бірімен тең емес екен. Сонда біз көрдік, қайсысымен тең болатынын. Ал енді келесісі. Екіншіні қарастыратын болсақ, 10-дық бөлшекті бірінші жоғарғы разрядтан бастап, сосын келесі разрядтар бойынша салыстырамыз. 4-тер бір-бірімен тең. Ал енді келесісін қарайық. Үтірден кейінгі бірінші сандар 7, 7, 7, 0 ғана ұқсамай тұр. Келесі сандарды қарайық. 6, 0 дейді, 6. Аха, біз қайтадан тағы да бірдей ұқсайтын тең 10-дық бөлшектерді тауып алдық. Бірақ мұнда мысалға 6-дан кейін ештеңе жоқ, ал мұнда 0 тұр. Ештеңе жоқ болса, ол 0 дегенді білдіреді. Сондықтан да біз 4,76 тең болады 4,760 деп жаза аламыз.
Келесі үшіншісін қарастырып көрейік. Үшіншісі, біз ең бірінші үтірге дейінгі разрядтарды қарадық, бүтін бөлшегін 0 екен. Келесі бөлшектерді қарайық. Бірінші ондық үлестен бастайық. 5, 5, 5, 5 барлығы бірдей екен. Келесі, мұнда ұқсап тұрған 0 мен 0. Бірақ айтып едім ғой, егерде ештеңе жоқ болса, онда ол да 0-ге тең деп. Тек қана 2 ғана мұнда ұқсамай тұр, иә? Ал енді келесі, мына 0 мен мына 0, мына жердегі 0, мына жердегі 0 бар деп ойлаймын. Және мына жерде де 2 0-ден бар деп ойлаймын. Сонда бізде мұнда 2 сан емес, 3 ондық бөлшек бір-бірімен тең екен. Яғни 0,5, ол 0,500 деп алайық, 0,5000 деп те алайық. Сонда бұл нені білдіреді? Егер де артында 0-дер жетіспей тұрса, оларға 0-дерді қосып, осылай 500, 5000 жасай беруге болады. Одан оның мәні өзгермейді екен, е? Бізге 0-дерді қоса беруге болады екен. Енді ең төртіншісін ғана қарастырып көрейік. Егер де өзім шығарам десеңіз, видеоны паузаға қойып, сосын жауабын көрсеңіз де болады. 10-дар бір-бірімен тең, 9-дар бір-бірімен тең, 0-дер бір-бірімен тең. Бірақ мына жерде 1-0 тұр. Мына жерде ештеңе жоқ, 0 деген сөз. Мына жерде де 0, 0. Сондықтан біз қайтадан 3 бірдей ондық бөлшек тауып алыппыз. 10 бүтін 1900 тең болады 10 бүтін 100-ден 90 тең болады 10 бүтін 10-9. Осы үшеу бір-біріне тең екен. Оңай, ең бірінші, әйтеуір ең бүтін санынан бастап салыстырамыз да, сосын разряд бойынша бір-бірімен асықпай салыстырамыз. Егер де орны ештеңкесі жоқ болса, ол жерге 0 қоя беруге болады екен. Келесі. Тағы да жаңағы 0-ге байланысты есеп. Берілген ондық бөлшекті оған тең ондық бөлшекпен алмастырып, нәтижесін теңдік түрінде жазыңдар дейді. 5 үтір 2000 дейді. Егер 0-дер жалғанып жатса, өздері ғана, арғарай бұдан кейін сан жоқ қой, мысалға 1 деп тұрған жоқ, немесе басқа да бір сан тұрған жоқ, 0-ден өзге. Сондықтан біз бұл 0-дерді алып тастауымызға да болады, немесе тағы да қосып қоюға болады. Сонда 5 үтір 2000 дегеніміз, бұны былай да жазсақ болады. 5 үтір 2 десек те, екеуі бір-бірімен тең болады. Өйткені біз міне тең деп жайдан жай жазбаймыз ғой. Және де бұны 5 үтір 200 деп жазуға да болады, 20 деп те жазуға болады мысалға. Өзіңіз білесіздер. 0-дер бұл жерде артынан кейін ештеңеге әсер ете алмайды. Сол сияқты, мысалға екіншісі 86 үтір 0500 дейді. Бұны паузаға қойып, өзіңізде шығарып көріңіз. Егер бүкіл 0-дерін алып тастаймын десеңіз, 86 үтір 05 деймін. 5, міне мына 0 болып шынымен де саналынады санға, ал одан кейін өйткені себебі 5 тұр. Бұл басқа 0-ден өзге сан болғандықтан, мына 0-ге біз тиіспейміз, мына 0-ге тиіспейміз. Ал осыдан кейін тұрған 0-дерге тиісе беруге болады, оларды алып тастауға болады, оларға тағы да қосып қоюға болады. Ой, бұл шемақ болып кетті ғой. 86, 05, мысалға 0 деп те жазып қоюға болады. Ештеңе бұдан өзгермейді. Сол сияқты номер 3-те 0 үтір 093, 00, бұны 0 үтір 093 деп те жаза салуға болады. Түсінікті, яғни мына жерде де 3 0-ні алып тастап, 0 үтір 007-ге екеуі тең деп жазып қоюға болады екен. Сөйтіп, бүгін біз осы видеодан координаталық сәуледе ондық бөлшектерді белгілеп көрдік. Ондық бөлшектерді салыстыруды түсіндік, оның 2 тәсілін қарастырдық. Енді осы алған білімді одан әрі жаттықтыру үшін мұғалімдеріңіздің есептерін шығарып жүріңіздер.